Армысыздар, қымбатты өнер сүйер қауым. Мирас бағдарламасы өзінің кезекті хабарын бастайды. Бүгін біздің студиямыздың қонағы Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясының әншісі, Кенен Әзірбаев атындағы республикалық шырқа даусым байқауының бірінші орын иегері әнші Бейбіт Мұсаев. Қош келдіңіз, Бейбіт, біздің студиямызға. Дәстүрлі өнерді құрметтейтін көрермендер біздің әр хабарымызды асыға күтіп, бүгінгі біздің студиямызда кім болады екен деп тапжылмай күтуде. Ал енді мына өзіңіз Талдықорған қаласынан келіп отырсыз. Осы өзіңіздің жалпы шығармашылық жолыңыз туралы айтып берсеңіз. Жалпы енді өзім осы Алматы облысы Кербұлақ ауданы Тастыөзек деген ауылда дүниеге келгем. Сол ауылда енді шын айтатын болсам, балабақша кезінен ән айтам. Өзім әнге сондай құштар болдым. Теледидардан үлкен кісілер ән айтып жатса, жүгіріп кеп теледидарды қосып, немесе радионы қосып, тапжылмай отырып көретінмін. Сол кездерде жаңағы енді шыны керек Аяз Бетбаев, Қайрат Байбосынов, Алтынбек Қоразбаев ағамыздың кеңінен жаңағы халыққа танылып жатқан кездер болды ғой. Сол кезде Мейрамбек Беспаев, шын айтатын болсақ, жаңағы алғаш шығып жүрді жас бала болып. Сол жас баланың сахнада ән айтуы, радиодан ән айтуы мені осы өнерге қатты тартты, өзімді бейімдеді. Одан мектеп қабырғасында мына ақпан айларында жаңа смотр деген болып жүреді ғой, соларға қатысып жүретінмін. Солардан екінші орын, үшінші орын, бірінші орын жаңағы аудан аралық орынды алып жүрдім. Енді өзімнің анам, марқұм ол кісі бала кезден сабақ берді, мұғалім болатын, 11 жыл өзіме сабақ берді, ән күйден де сабақ берді. Сол кісінің біраз септігі тиді, біраз әндер үйретті. Енді 11-ді бітіргеннен кейін негізгі үлкен өнердің есігін осы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясынан бастадым. Ол жерде 2002 жылы дайындық курсына Жетісу әнші мектебіне қабылдандым. Ұстазым Қазақстанға белгілі еңбек сіңірген әртіс Ержан Әбутәлі Ұлы Қосбармақов деген ұстазымнан 6 жыл бойы сабақ алдым. Содан бері Жетісу әнші мектебін тереңірек тани бастадым. Ал енді жаңа өзіңіз айттыңыз, Жетісу әнші мектебі деп. Тек қана әншілік демейміз, Жетісу мектебі туралы айтсақ, міндетті түрде әнші мектебі деп айтамыз. Осы неліктен қалай ойлайсыз? Енді Жетісу өңірі, енді жер жәннаты Жетісу деп жатамыз. Осындай табиғаты әсем сұлу жерде тек қана әнші емес, сонымен қатар жыршыларда айтатын болсақ, Қабан жырау, Сүйінбай, Жамбыл, Кенен. Ал енді өзіңіздің репертуарыңызда осы жыраулардың қандай шығармалары бар? Енді жалпы өзім негізі консерватория қабырғасында жүргенде жырға біраз жырдан көрі әнге бейім көбірек болды менің. Енді жырды көп айтпадым, жырға шыны керек осы консерватория қабырғасының соңғы жылдарында ғана бет бұра бастадым. Мысалы, Әбдіғалидің термесі, Жамбылдың Сарыбайғасы, жаңа Сүйінбайдың біз сонаршы деген сияқты, я болмаса тағы да басқа жырларына бет бұра бастадым. Ал негізі көбіне екем мәнге жақынырақ өзім. Демек, енді біздің хабарымызды әннен емес, жырдан бастағанымыз дұрыс шығар. Көрермендерге өзіңіздің орындауыңызда бір жырды ұсынсақ. Ондай болса, жаңа ғана аты аталып кеткен осы жыршылардың бірі Жетісу өңірінде Әбдіғали деген жыршы өткен. Сол Әбдіғали атамыздың бір жырынан үзінді орындап берді. Жақсыға түссеңіз ғой, жоқ болса да бар қылар, өткенде өмір келмейді, қартайғанда зар қылар.
дұшпанға берме көңілді, сырыңды достан жасырма, ұрлап шеп барыңды, пейіліңді қашырма, сүйегің емін болар, шауып бір кетсең насырға, жапырып жарға жығады, тұрғанда ат қолу асылмай. Асылудан не пайда, жөнімен ойнап күлмесең, гүл бақшадан не пайда, саясында жүрмесең, арғымақтан не пайда, ырғытып топқа мінбесең, кім сыйлайды өзіңді, біреуді сыйлай білмесең, жолдастықтан не пайда, бір-біріңе сенбесең, кім келеді үйіңе, төріңді көлбей бермесең, жабарғымақ болмайды, қанша баптап жемдесең, жақсылардан қол үзбе, сусында болар ей шөлдесең. Әділ туғаны жігіттің басынан алмай бақ тұрар, басшылық етіп халықты турада жолға сап тұрар. Іші дұшпан сырты дос, жүз көргенде өң көрір, білімпазбен дос болсаң, өзімен бірге тең көрір, жау қолында қалсаң да, сенімен бірге жан берер, жаман туған белгісі, осалдығын білдірер, ұшқалақтан қыз алма, үйде тұрма селбеңдеп, көрінгенге қол жайып, көзінде сатары ителбеңдеп. Бұрынғы өткен ғалымдар тастаған нұсқа қағазға, ағайын болсаң тату бол, үйір болмай аразға, жақсы болып бар болсаң, дәулетің болар туғаның, жарлы болып көп болсаң, азда болса сынғаның, жасыңда өнер білмесең, өскенде өнер білмессің, бәйтеректей майыспай қақырайып ей, тұрғаның ай. Осы Жетісу әнжыр мектебін өзіңіз орындаушы ретінде қалай ойлайсыз? Жалпы әндері де жырларды осы диапазоны жағынан қаншалықты орындаушыға қиын келеді? Енді жалпы қазақта мынандай сөз бар ғой, палуанға оңы мен солы бірдей келеді деп. Енді орындаушыға мысалға өзінің көңілінен шығып атса, ән болсын, я болмаса жыр болсын, қандай да болмасын, жүрегіңмен айтып жатсаң, ол қиындыққа соғады деп айта алмаймын. Мен жалпы диапазоны енді шарықтау шегі де бар, жалпы жырларына келер болсақ, шарықтау шегі де бар. Жаңағы ең бастысы айғаймен басталады. Мысалға Әбдіғалидың жырының өзі айғайлап тұрып, сол бірденмен тұрып, жарты тон тағы да көтеріп біліп алып кету, жаңағы тәсілдері бар арасында. Соның орта буында жүреді, көбіне жаңағы сөздің бәрін орта буынмен жеткізеді. Ал енді әндері де солай, мысалы жаңағы Кенен атамыздың да әндері бар. Кенен атамыздың әртүрлі жанрда әндері бар. Мысалға тік шырқау әнін алатын болсақ, ол да айғайдан басталады, төменгі регистрдан басталады. Одан кейінгі әзілдері орта регистрда жүреді. Жаңа айтып кеттіңіз, әнде де, жырда да жалпы осы дәстүрде айғайлап барып бастайтын шығармалар көп деп. Осы немен байланысты деп ойлайсыз? Адам айғайлағанда, жаңағы айғаймен бастауы, өзін жаңағы отырған көрерменді, барша жұртты өзіне қарату біріншіден. Екіншіден өзінің дауысын ашу, өзінің жаңағы шабытын ояту дейміз, арқасын қоздыру дейміз, арқалы әнші екен деп жатады ғой қазақта. Соның бәрі осымен байланысты деп ойлаймын. Қазіргі кезде ол белгілі жерде бір концерт болады, осы әнші ән айтады десе бәрі барады ғой. Ал ерте заманда ондай болмаған, сондықтан киіз үйде отырып адамдар халықты өзіне қарату үшін осы айғаймен бастаған қаратпа сөз деп те айтатын көрінеді осындай әннің, жырдың бастауларын. Рахмет, алымна. Өзіңіз жаңағы айтып кеттіңіз, Ержан Қосбармақов ағамыздың жетекшілігінде сол Жетісу класында консерваторияны бітірген екенсіз. Осы өзіңіздің Жетісу дәстүрін тану қалай басталды өзіңіз? Алғашқы әндеріңіз қандай болды? Енді жалпы мен консерватория қабырғасына келген кезде, шыны керек, ең бірінші мен жаңағы Алтынбек Қоразбаевтың әндерін айтып келдім. Қарабайыр әндер. Қарабайыр жаңағы енді диапазон жағында
енді халық әндері мысалға қара өлеңдерді көп айтып келдім, Аяз Бетбаевтың әндерін. Содан кейін арасында енді жаңағы Кенен атамыздың Бастау деген өлеңін айтып келдім ең алғаш. 2002 жылдан бастап консерватория қабырғасына бірінші дайындық курсына қабылдандым. Ержана ағамнан сабақ алдым сол жылдардан бастап. Енді жалпы алғашқы осы консерваторияға келгенде кәсіби деңгейдегі алғашқы әндеріңіз қандай болды? Кенен атамыздың Бастауын айттым, Бозторғай әнін айттым. Одан Жамбыл атамыздың Қыздарай деген бір әзіл әнін айттым. Жалпы осы Жетісу жерінің әншілік мектебіне ту тіккен Кенен атамыз деп білеміз. Олай болса, осы Кенен атамыздан бір ән айтып берсеңіз. Ондай болса, Кенен атамыздың Ой жайлау әнін орындап берейін, қабыл алыңыздар. Ой жайлау шөбің шүйген суыңды Оладау халқым менен ақын сәні ой жайлау Берейін әнге шырқап ортаңызда Жиылған елі жұрты жас пен кәрі ой жайлау Ақ шәйнек сарсамаурын тұрса қайнап отырса, қыз бозбалау күдіп ойнап киінген, қызғалдақтай қыз келіншек сабырса, сарығымыз қолан ойнақ қуарған, кәр ағаштайға қиған жас шақты, өткізейік гүлдеп жайнап ой жайлау Ой жайлау ата қоныс көп дулатқан ат пен тон жарасады азаматқа ой жайлау айтысып қыз бозбалау қырындасып серуендеп тамаш еткен жастық шақты ой жайлау ақ шәйнек сарсамаурын тұрса қайнап отырса қыз бозбалау күліп ойнап киінген қызғалдақтай қыз келіншек сапырса сарығымыз қолан ойнақ қуарған кәр ағаштайға қиған жас шақты өткізейік гүлдеп жайнап ой жайлау гүлдеп жайнап ой жайлау Рахмет Бейбіт. Жалпы осы ой жайлау әні осы күнге дейін Кенен атамыздікі емес халық ән деп те айтылып келді. Бірақ зерттеушілер осы сұраққа толықтай нүкте қойған сияқты. Соңғы осы 5-6 жылда ой жайлау Кенен әндерінің конкурсында, байқауында осы Кенен атамыздың әні деп айтылып жүрген сияқты. Енді жалпы біз консерватория қабырғасында оқып жүргенде де өзім енді халық әні деп естімеппін шыны керек. О бастан біз үйренгеннен бастап Кенен атамыздың әнін деп үйрендік. Енді форм жағынан қарасақ та жаңағы басты өлең, бозторғай, жаңағы ірі қойым әндері, ой жайлау әндерін қарасаңыз, формуларының бәрі ұқсап келеді. Жаңағы шырқау әнін алсақ, бәрі бір-біріне ұқсас келеді. Яғни бір қаламнан, бір домбырадан шыққан әндерге ұқсайды дейсіз бе? Ал енді мына жаңағына әңгімеміздің басында сіз айтып кеттіңіз, өзіңіз қазіргі қызмет істейтін жеріңіз Талдықорған қаласындағы Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясы. Осы филармонияда сіз әнші ретінде қызмет етіп жүр екенсіз. Жалпы осы филармониядағы шығармашылығыңыз туралы айта кетсеңіз, сіз қай жерлерге концерт қоясыздар, қандай сапарларға барып жүрсіздер, қандай жетістіктеріңіз бар? Енді осы Алматы облыстық Сүйінбай атындағы филармониясына жалпы 2008 жылы осы Құрманғазы атындағы консерваторияның, ұлттық консерваториясын
бітіріп сол жаққа жұмысқа қабылдандым. Енді ол жаққа барған жұмысқа орналасқалы бері сол өзіміздің филармонияда да концерттер болып тұрады, дәстүрлі концерттер. Жалпы осы ауыл-ауылға, ауылдың адамдарына, сахналарына дәстүрлі концерттер қойып баратын кездеріміз болады. Енді одан бері біз осы Қазақстан ұлттық теле арнасында өткен сегіз қырлы телебәйгесіне қатыстық. Ол жерден енді 2009-2010 жылдар аралығында енді бірінші орын тұғырына дейін көтерілдім. Одан кейін Хабар телеарнасында осы түсірілген Ұлы дала ойындар атты дәстүрлі ән байқауына қатысып, ол жерде де жаңағы бірінші орын тұғырына дейін көтерілдім. Енді Дала думан деген бағдарламаларға қатысып жүрдік кезінде. Енді қазіргі кездегі өзімнің ойым осы филармонияда сол Талдықоранның сахнасында дәстүрлі бір кеш өткізсем деген өзімнің бір жоспарым бар. Сіңіз алға бассын, арманыңызға жетіңіз. Ал енді осы Жетісу жеріндегі тағы бір үлкен тұлғалардың бірі, ол біздің Кенен атамыздың ұстазы Жамбыл атамыз деп білеміз. Осы Жәкеңнің шығармаларынан сіздің репертуарыңызда не бар? Енді Жамбыл атамыздың шығармаларынан жаңа Сарыбайға айтқан термесі бар, Қыздарай деген әні бар. Енді айта берсек біраз әндері бар. Олай болса біз осы көрермендерге Жәкеңнің бір шығармасын ұсынайық, өзіңіздің орындауыңызда. Жамбыл атамыздың Сарыбай ақынға айтқан бір термесін орындап берейін, қабыл алыңыздар. Салдым бір сөз сыныңызға, сіздің сын таразы ғой сырымызға. Қолыма домбыра алып талап қылдым, бересіз қандай баға ұлыңызға. Жаманның көңілі көкте, жерде басы алыс қой, аңғарғандай екі арасы. Жақсының көңілі кіші, ойы биік бірдей ме, екеуінің мәртабасы. Біреулер малмен бәрін бөктіріп жүр, айтқанда ақыл нұсқа жек көріп жүр. Жиып ап дүниенің көң қоқырын апарып қай шұқырға төккелі жүр, әгәгөу төккелі жүр. Ал біреулер қайтемін деп қалтаңдап жүр, аузын әркімнің бірі жалтаңдап жүр. Біреулер біліп тұрып жете алмайды, аяғын нендей нәрсе арқандап жүр. Біреулер қара сөзді қамшы қылып, қуды мініп құландай құрықтап жүр. Көңілі біреулердің бұлытта жүр, ұстауға ай мен күнді жуықтап жүр. Осының қайсын маған еп көресіз, әкетсем өзім таңдап өкпелерсіз. Сүйгенін сүйекеңнің ойласаңыз, серігің өлең болсын деп бересіз, әгәгөу деп бересіз. Рахмет Бейбіт, мына өзіңіз осы күнде жаңа дәстүрлі жас орындаушылардың қатарында біраз өнер шыңдарында көрініп жүрсіз. Жалпы қазіргі кезде осы дәстүрлі орындаушылардың дамуына, үлкен шыңға шығуына қандай іс-шаралар жасалып жүр? Солардың қандайына өзіңіз де қатысып, болашақта қандай жоспарларыңыз бар? Енді қазіргі кезде тыңдаушы болса, енді орындаушы